Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен аскөктің пайдасы туралы айтатын боламыз. Яғни, орысша айтқанда укроп. Укроп бұл жасыл түсті, иісі деген енді керемет. Ол кәдімгі қолшатыр сияқты болып өседі және оның бас жағында дәндері болады. Осы дәндердің пайдасы енді зор. Осы дәндерден тұнба жасап, ішіп, неше түрлі ауруларға қарсы тұруға болады. Біздің ата-бабаларымыз осы аскөкті 7000 жыл бұрын егіп өсірген екен және оны неше түрлі ауруларға пайдаланған. Циститке, асқазан қыжылына және ананың сүтін қалпына келтіруге, іштегі құрттарды өлтіруге және жын-шайтандарды қууға, жүрек айнуында және асқазан ауруларында пайдаланған екен. Және аскөк көптеген дәрумендерге бай, оны атап өтетін болсақ, каротин, рутин, А дәрумені, В1 дәрумені, В2 дәрумені, В6 дәрумені, С дәрумені, Е, ПП, калий, кальций, магний, цинк, селен және темір дәрумендеріне бай. Аскөк дәндерін нәжісті айдауға, көптеген спазмалық ауруларды басуға және жүйкені тыныштандыруға пайдалануға болады. Ал енді аскөктің тұнбасы диабетпен ауыратын адамдарға пайдасы зор, себебі тұнба қантты мөлшерін ретке келтіреді және ішке жиналатын майдың ыдырауына көмектеседі. Панкреатит және ұйқы безі ауырғанда адамның асқа деген тәбеті болмайды және тамақтың сіңірілуі нашарлайды. Ал аскөктің тұнбасы осы белгілерді жойып, ішек микрофлорасын ретке келтіреді. Және есте сақтау керек, ауруыңыз асқынған кезде аскөк тұнбасын пайдалануға болмайды. Аскөкті тамаққа тура осылай пайдалануға болады, немесе кептірілген дәмдеуіштер пайдалануға болады, немесе аскөктен тұнба дайындап ішуге болады. Енді аскөк тұнбасын қалай дайындаймыз? Ол үшін бір ас қасық аскөк дәмі, оған 500 мг қайнаған ыстық суды құямыз. Оны 20 минутқа қалдырамыз. 20 минуттан кейін сүзіп аламыз. Осы дайын болған тұнбаны курспен ішуге болады. Жейтігін ішіп, жейтігін демаламыз. Міне достар, бүгінгі видеода сіздер аскөктің пайдасы туралы көптеген мәліметтер алдыңыздар. Алдағы пайдалы кеңестерді, мәліметтерді, ақпараттарды жіберіп алмау үшін мен каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік.